Қазақта айтады ғой, анасы бар адам ешқашан қартаймайды деп. Сол анамның ешқашан қартаймайғанын қалаймын. Ол ашық апам және мейірімді, кез келген адаммен сөйлесе алады. Не болса да денсаулығымыз зор болсын, қалғанын бәрін Құралай екеуміз түзетіп аламыз. Ардақты да асыл анашымызды шын жүректен құттықтаймыз. 1947 жылы 22 сәуірде дүниеге келген екем. Менің өмірімдегі болған нәрселердің бәрі өзі қызықты. Менің әжем Төлебике деген кісі 98 жылы өмірден өткен. Мен жалпы өзі отбасымыздағы 4-ші баламын. Және менің анам 41 жасында мені дүниеге келген. Содан малда жүрет бұл кісілер. Менің әжем Төлебике көрші ауылға барып, киіз үйдің жабдықтарын жасауға көмектесіп жатқан екен. Сол жерде тағы да біздің бір туысқанымыздың шешеміз босанып қалады таңертеңгісін. Сол қыз қазірде бар. Сол босанып қалғаннан кейін түс қайта әжем асығады. Менің де келінімнің уақыты болып қалып еді деп. Содан әжем де ауылға жетеді. Ол кезде транспорт жоқ, жаяу жалпы көрші ауылдан сол бір 10 шақты километрдей болу керек. Сөйтіп әжем келсе, өрістен мал кеп жатыр екен. Сол кезде мен дүниеге келіппін. Сонан бір қызықты нәрсесі, кіндік кесетін адам жоқ дейді. Жаңағы жерде сол қой бағатын Әбілхами деген әкеміз, Күлшім деген менің кіндік шешем болған. Сол кісіні әжем шақырады. Ай, Күлшім кел, мен келінім босанып қалды деп. Содан сол кісілер жиналып, жаңағы менің кіндігімді кеседі. Содан мен өмірге келем. Содан өмірге келгеннен кейін, мені әжем ол кезде жоқшылық заман, сол шүберекке орағаннан кейін сыртынан кәдімгі қолдан жасаған қап дейміз ғой ол кезде. Сол қолдан жасаған қапқа орайды да мені босаға тастай салады. Кейін бұны аңызғып әкем айтып отыратын. Сонан кейін ойлайды бұл кісі. Менің алдымда енді үлкен әпкем болған, ағам, одан кейін тағаткен болған, сонан кейін шешемнің көңіліне келеді. Мен қыз туғаннан кейін абысыным менен туған баланы босағаға тастадау деп. Сонан күндер өте бастайды. Бір күндері жылға жоқтағанда жаңағы әжемнен сұрайды әкем мен шешем. Сіз енді сол кезде нағып осы Алиманды босағаға тастадыңыз деп. Сонда біздің мына халқымызда дәстүр бар екен. Егер баланы орап туғаннан кейін босағаға тастаса, бала өте ұйқышыл, ақылды, тыныш болады деп. Мен жас кезімде сонда ұйқышыл бала болдым. Өмірімді өзімнің мамамсыз ешқашан елестете алмас едім. Ол менің мысалы жасым нешеге келсе де, мамам әрдайым қасымда. Мен мысалы бірінші сыныпқа барған кезім, оқуға түскен кезім әрдайым есімде болады. Не себептен абитуриент болып жүрген кезде менің қасымда мамам жүретін, жаңа лекция оқып, не қылған кезде булочкасы мен кефирін алып жүретін. Менің мамам өте сондай күлдіріп жүргенді жақсы көретін. Сол мамам туған күні болып, осы бір жасым 11-де мекен, 12-де мекен, одан бері 35 жыл өтіпті. Сонда мамам туған күні осы 22 сәуірде құттықтаймын сені туған күніңмен деп бір өлең айтып беріп едім. Соны мамам мені күні бойы соны мәз болды ма, мен оны сен мазақ қылдың деп, сол күні мамам қолын кесіп алды. Сонда күліп айтатын, ой, көп күлген адам бір жылап қалады деп, қап қызымай саған күлем деп қолымды кесіп алдым дейтін. Сол әлі есімде бар. Сол 22 сәуірде мамама, мама құттықтаймын сені туған күніңмен деген кезде сол қолым кесіп алған есіме түседі. Өзім жалпы бала кезімнен сондай
алғыр болыппын, сабақты жақсы оқыдым, өзімен сол сыныптастарымның бәрін алдында. Ол сол бір 14-15 бала 7-ші сыныпты бітіргеннен кейін біздер басқа жерлерде, Құйған деген жерде Божанов атындағы орта мектепке оқуға келдік. Содан 8-ші сыныптан бастап оқи бастадық. Содан кейін жарты жыл оққаннан кейін сол Алматы облысы Балқаш ауданы Қарой деген жерде Үлгілі деген орта мектеп бар. Сол жерде менің әкемнің туған жиені тұрады. Мұғалім, кезінде мектептің директоры болды. Елдің алдындағы азамат болды. Сол кісі мені алып кетті. Содан мен Үлгілі орта мектебін 1965 жылы 11 жылдық мектепті үздік болып бітірдім. Жылдар өтіп жатты, одан институтқа түстім, шетел тілдері институтына. Содан бір күні бір конкурсқа қатыспақшы болдым мен. Содан әркім өзінің хоббиі көрсетіп жатыр. Мен не істеймін енді? Мен ақын емеспін, бірақ кішкене бір жолдың сол ритмдар тура келсе, сондай өлең шығарып жүргем. Содан мен бір күні соған сол конкурсқа, жыл мұғалім деген конкурсқа қатынасатын болып, жаңағы жерде сол Үлгілі мектебіндегі, бұл кезде фото да аз, бір фотоны тауып алдым да, астына Үлгілі орта мектебін үздік болып бітірдім. Шет тілі мамандығын алақанға түкірдім деп қойдым. Сөйтіп жүріп, Алматы шетел тілдер институтының неміс факультетін бітірдім. Одан тұрмысқа шықтым. Өзім сондай қалаған азамат Балқаш ауданының Қишыбаев Науқан деген жігітпенен бас қостым. Апамыз бар, сол кісі әрдайым айтады, сен кішкентай кезінен өткір болғансың, қайратты болғансың, содан сен осындайға жетіп тұрсың. Көшеде бір жерде жүрсек, маған айтатын, осы сіздің әпкеңіз ба деп, мысалы, ол менің анам болса да, ол анамның ойлаймын енді мына өмірге деген сүйіспеншілігі, өзінің қайраткерлігі. Алматы туғанда мамам 52 жастайы, сол 8 жыл бойы Алматыда өсірді, мектепке апарды менің ұлымды. Сол кезде босқа отырмай Алматы бақса да институтты бітіріп, қазақ тілі маманың білімін алды. Ең қымбатты адам өмірімдегі. Туылғаннан бері түн ұйқысын 4 бөлген мені бағу үшін. Ол менің досым, ақылшым. Кез келген сұрақ болса, келемде сұраймын апамнан, қорықпай. Ешқашан сөзімді ауаға лақтырып, сұрағымды жауапсыз қалдырмаған адам. Ашық апам және мейірімді, кез келген адаммен сөйлесе алады. Жалпы адаммен егер достық қарым-қатынаста болса, ол оның киіміне, жұмыс орнына қарамайды, оның ішкі дүниесіне қарайды. Содан үйрендім апам. Ең бастысы адамда ол ішкі дүниесі. Германиядан келсем, осы автобусты күтіп, жолдасында күтіп, қайдасың, сені күтіп атыр. Не болды? Осындай бізде үлкен, мына ауданның үлкен бір шарасы, іс шарасы болайын деп атыр. Соған қызығуға шабатын адам жоқ. Соны мына аудандық атқару комитетінің төрағасы өзімнің оқушым, Аймақов Жанат Жанайбайұлы деген. Одан кейін дәл біз тұрған совхоздың парторгы, соңғы съезді, Кеңестер одағының съезін қатысқан Балғазы деген, Әсенбеков Балғазы деген бауырым, екеуі баяғы бұл енді атқа шабатын ешкім жоқ деп мені күтіп жүр екен. Содан жолдасым айтады, осындай, жарайды мақұл деп, ертеңгісін жаңа үлкен той басталып кетті. Сол той басталғаннан кейін барып мені шығарып, ол кезде тіпті әлі қазақшада жөнді киім жоқ енді. Біреудің әйтеуір несін, күрмесін киіп алдым, біреудің мәсісін кидім, біреудің орамалын алып белімді будым. Сөйтіп айда қызығуға шықтым. Сонан кейін жаңа жерде анау аттың иесі айтты, өз жақын қайным еді. Әй жеңге, бұл аттың басы қатты, басын мықтап ұстамасаң кешке дейін шығады. Мен айттым, Құдай өзі Алла тағала әруақ қол. Мен жылқышының қызымын ғой. Сен неге мені қорқытасың? Деп жаңа жерде сол қызығуға шауып, сөйтсем жаңа кішкентай балам 2-ші класс оқиды, сол кезде мерейім. Сонан мұғалімдердің бәрі айтады екен, ойбай, сенің мамаң қазір құлақ балады десе, ол мақтанып жүр дейді. Менің мамам атқа шауып батыр деп. Ана орыс классында оқыды ғой, сөйтсе аналар айтады, вот мы боимся, вот сейчас упадет, она упадет. Нет, моя мама скачет, она хорошо скачет деп айқайлап жүр дейді. Сөйтіп әйтеуір Құдай қалап жаңағы жерде
шауып енді барлық церемониясын бітіріп атқардық қой. Осы 70-ке толып жатқан туылған күнің құтты болсын. Алдыңызда өйстіп ойнап күліп жүре бер. 100 жаса. Енді анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген өлеңдегідей сіздің арқаңызда біз де қартаймай жүре берейік. Не болса да денсаулығыңыз зор болсын, қалғанын бәрін Құралай екеуміз түзетіп аламыз. С юбилеем тебя, родная, ведь 70 лет не просто число. Это жизнь, событий полная, что вкратце рассказать тяжело. Пусть здоровье тебя не подводит, каждый день новые силы даря. Пусть счастье от тебя не отходит, за руку тебя крепко держа. Пусть заботы быть повседневны будут ладиться с легкостью в раз. Пусть печали и усталости бледной не коснутся, мамочка, твоих глаз. Алматы қаласына келгеннен кейін де ол кезде халықтың жағдайы өте қиын, Қытайдың ала дорбасын арқалаған кез мен де солардың көпшіліктің ішінде жүрдім. Жолдасым да өзінің қызметін атқара бастады. Сөйтіп жүріп, жасым келгеніне қарамастан мен ғылыммен айналыстым. Үлкен жұмысқа бел байладым. Қазақ тілінде жазылған неміс жазушыларының шығармаларын зерттеп, содан мен 60-қа таяған шағымда ғылым кандидаты деген атақ алдым. Осы 15 жыл, 16 жылдың ішінде мен осы Қазақстандағы Алматыда орналасқан Түркі мәдениет қорының мүшесімін. Түркі тілдес халықтардың арасында үлкен жұмыс атқарып, мына біздің тарихымызға үңіліп, кейінгі ұрпаққа қандай біз жақсылық әкелеміз. Бөлінгенді бөр алады деген қазақта сөз бар. Сол бөлінгенді бөр алмасын. Біз бір түркі халқынан шыққан адамбыз ғой деп, бәріміздің бір-бірін арасын жақындатуға ат салысып жүрмін. Көптеген Европада қалаларында, Түркі мемлекетінің, Түркия мемлекетінің көптеген қалаларында әртүрлі шараларға қатысып, тарихи үлкен жобаларға қатысып жүрмін. Осыдан 2-3 жыл бұрын Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы университетте профессор атағын берді маған. Еңбегімді бағалады. Ардақты да асыл анашымызды шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, шаңырағыңызға ырыс байлық, көңіліңізге сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. Әрдайым осы қалпыңыздан танбай, жетістіктен жетістікке жете беріңіз. Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын. Жүзіңізден шуақ кетпей, ғұмыр бойы мәз-мейрам болып, өмірдің қызығына тоймай, ортамызда жүре беріңіз. Мен Алимаммын, Ысқағидың қызымын, астың дәмін келтіретін тұзымын. Әкем мені ұлға балап өсірген, жалғастырып жүрмін ұрпақ үзігін. Ысқағидың қызымын Алимаммын, ашық қардай арым бар иманым. Әлем сыймай барады жүрегіме, кім түсінер жанымды, кім түсінер? Мен Алимаммын, Ысқағидың қызымын, көп көріппін тағдырымның шыжығын. Өкінбеймін өтіп кеткен күндерге, сыйлай білген бүгінгі күн азығын. Өмір деген белеспе, өмір толы айшыққа да елеске, өмір толы қуанышқа және де, бақытқа да бастайтын сол емес пе? Үйім де бар, жайым да бар басымда, пайғамбардың келіп қалдым жасына. Жақсы үмітке толып жетті көктемім, жақсы адамдар қоршап жүр ғой қасымда. Айналайын, енім жұртым, достарым, әр уақытта сүйеу болдың қоштадың. Сендер жүрсең, қуат беріп, жолымда өтпегені, қуанамын бос күнім. Енді Алла тағала өмірге келгеннен кейін әрбір адам жеке бас, жеке тұлға өзінің перзенттік парызын орындау керек. Бұл енді әркім әртүрлі жағдайда орындайды. Біреу жерді шауып еңбек етеді, біреу космос құшады, біреу дәрігер болады. Енді мен педагог мамандығын меңгергеннен кейін жалпы осы жетіп келе жатқан қазақтың балаларына, қазақ халқының ұрпағына, менің болашағыма үлкен жақсы сенім артамын.
және олардың болашақ біздің елімізге, кең байтақ жерімізге қызмет атқарып, адами, заманауи азаматтар болуына тілек айтамын. Сонымен бірге өзімнің бала-шағам, өзімнің отбасым, өзімнің балапандарым елдің алдында жүрсе екен. Қазақта керемет мақал бар, қатарыңнан қалма деген. Бұл қатарыңнан қалма деген мақалға мен студенттерге де айтамын, қарсымын. Қатарыңның алды бол дегенге мен қолдаймын. Сол ұрпақтарымыз басқа елдерменен алды болсын, алдыңға қатарлы елге қосылсын. 30 елдің қатарына қосыламыз деп отырмыз. 30 елдің қатарына қосыламыз. Әрбір отбасында біз дұрыс істесек. Әрбір отбасы соны түсінсе, азаматтарымыз аман болсын, еліміз, жеріміз аман болсын. Құдай Алла тағала бізге жақсылық берсін. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған. Әлдилеп аялап өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын, көзіңнен танимын.